беренсе бақытым халқым мен соған бермеймін алтын кемем. Ол болса мен бам қобымын, қымбат алтыным нақым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Ағайынды Айарыс пен Бекбарыс ұстаздар отбасында дүниеге келген. Кішкентайынан ата-апаның тәрбиесінде болыпты. Бала көргенін істейді демекші 40 жылдық еңбегі бар апасының айтып жүрген өлеңдерін жаттап алған. Қазір кез келгенін зуылдап айтып береді. Үйдің кенжесі де ағасынан қалыспайды. Жасы 4-те болса да оннан аса марапаты бар екен. Сөз өнері байқауларында бағын сынап, асығы алшысынан түсіпті. Мен де соған ілесіп, соның не жаттап жүрсін деп соған қарап, соның өлең айтса соған ілесіп қайталап жүріп, ол да өлеңді жаттап алғаннан кейін енді оны жаңағы байқап көрейікші, сағы сынбасын деп, мен де диплом алғым келеді, мен де сертификат алғым келеді дегеннен кейін, ана бала әр сертификатын алған кезде мен шығарып әкелемін ғой үйге. Сөйтсе менікі қайда дейді кішкентай. Мен айтамын, сен қатысқан жоқсың ғой десе, мен де қатысамын онда деп. Содан кейін ол да қатысып, ол да мінекей 10 шақты дипломның иесі болып отыр қазір, мысалы жетістікке жетті, ол да өлеңнен ғана көркем сөзден ол енді. Сосын жаңаға неден танимыз деген суреттер салыстыру деген сияқты сондай бір байқаулар қатыстырған, олардан да сол бірінші орын алды ол да. Айарыс Тұрғанбектің жасы 7-де. Қазір Назарбаев зияткерлік мектебінде білім алады. Оқуда озат. Математика, қазақ тілі пәндерінен байқауларға барып, жүлделі орындарды иеленген. Бос уақытында спортпен айналысып, түрлі дамыту ойындарын ойнайды. Мен өскенде уфолог болғым келеді. Себебі маған инопланетяндар туралы ұнап жүр. Оқыдым, солар туралы көремін. Айарыс 2021 жылдың қаңтар айынан бастап 20 марапат алса, ал Бекбарыс 10 мақтау қағазын қанжығасына байлаған. Ата-анасы оның барлығы өз еңбектері дейді. Себебі білімге екеуі де құштар. Алдағы уақытта ағайындылар жетістіктер санын арттыруды мақсат етіп отыр. Айгерім Серқанқызы, Бекзат Қажымұқан, Таң жарық бағдарламасы.